Bir заттың әртүрлі размерінен және әртүрлі түсінен таңдауды сізге қазір көрсетемін. Мысалы, қазір бір аяқ киімді таңдап алайық. Осы аяқ киімге кірейік. Бірінші осы аяқ киімді сохранить етіп аламыз, жүрекшені басып. Сосын избранныйға кіреміз. Манағы таңдаған аяқ киіміміз тұр. Міне көкпен белгілеп қойдым. Осыны басасыз. Енді қалаған цветін, өзіңізге керек размерін үстінен басып, осылай таңдап аласыз да, мына қызылды басасыз. Жаңағы таңдап алған аяқ киіміміз осы жерде көрсетіліп тұрады. Размері, цветі. Енді тағы басқа цветінен, басқа размерінен таңдайтын болсаңыз, мына плюс дегенді басасыз, астында тұр. Манағыдай қалаған цветіңізді, қалаған размеріңізді таңдап аласыз да, қызылды басасыз. Жаңағы тағы екінші рет таңдап алған аяқ киіміңіз осы жерден көрсетіліп тұрады. Размері, цветі. Манағымен екеуі болды уже. Тағы басқа цветінен, басқа размерінен алғыңыз келсе, жаңағыдай мына плюсті тағы да басасыз. Енді мына көгінен таңдап алайық, тағы бір размерін алайық. Қызылды басасыз. Жаңағы таңдап алғанымызда осы жерден көрсетіліп тұрады. Үшеуі болды уже. Бағасы да өзгерді. Үш аяқ киімнің бағасын көрсетіп тұр. Осылай таңдап ала бересіз, мына плюсті басып.